Балықтың пайдасы. Соның ішінде майлы балық диарея және ішектің қатты ауру тудыратын қоңыр балық, бурый скалозуб немесе фугу, итбалық, кірпі балық, айбалық, спинорог, қырымдық мұртты балық немесе марена, барракуда немесе теңіз шортаны секілді балықтардың бәрі уақытта және олар сағыл ауруына немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Егер балық паразит жұқтырса, балық көп жағдайда адам ағзасында құрттардың немесе басқа да құрттардың пайда болуына себепші болады. Сондықтан оны шикіде емес пісіріп жеген дұрыс. Егер балық дұрыс сақталмаған болса, балық тез бұзылатын өнім және оны арнайы сақтау талаптарын талап етеді. Ақталған балық құрамында қатерлі ісік тудыратын канцерогенді заттардың артық болуына байланысты зиянды деп саналады, бірақ суыққа ақталған балық аса зиянды емес, ал ыстықта сақталған балықтарда канцерогенді заттар көп. Балықты қалай жеу керек? Дұрысы суда немесе буда пісірілген балық жеген жөн. Себебі балық осындай жолмен әзірленсе, пайдалы заттардың көп мөлшерін сақтап қалады. Сондай-ақ көмбештелген балық та пайдалы. Ал маринадталған, ысталған, тұздалған және кептірілген балық тек жоғары сапалы болса және дұрыс дайындалған жағдайда ғана пайдалы болады. Және ол паразиттерді жұқтыру қаупі аз. Балықты қалай таңдау керек? Жас балықтың өзіне тән жағымды ерекше иісі болу керек. Ал балықтың еті бос емес, шымыр болу керек және оны саусақпен басқанда пішіні тез қалпына келу керек. Алайда балықтың түсі жасыл немесе сары болмау керек. Балықты қалай сақтауға болады? Жаңадан алынған жас балықты тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа сақтауға болады. Оны тоңазытқышқа бірнеше күн сақтауға керек, ал мұздатқышта бірнеше ай сақтау керек. Іске сәт, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Балық туралы қысқаша ақпарат берілгені осы. Іске сәт.